білетініміз жайлы сөз қозғап едік, бірден үміткеріміз ары қарай студияға шығудан бас тартты. Тіпті әлі де заң жүзінде ажыраспаған көрінеді. Енді мүмкін расымен де бәз біреулермен бәске түсіп, өзінің бәстегі шартын орындап, студияға шықты, өз сөзінде тұрды, ал ары қарай шындық әшкере болмай тұрған кезде табанын жалтыратуға тура келді. Міне, алдаймын деп ойлады, бұндай ақиқат жобада шықпайды деп ойлаған шығар, біз оны біле алмайды деп мүмкін үміттенген шығар. Бірақ бізде барлығы шынайы, тағы бір дәлелі осы. Мүмкін қазір енді тұрмайтын шығар әйелмен, бірақ әлі заң бойынша әлі некеде. Осындай қызық жайттар. Диана ханым, айта кетсем бола ма, негізі біздің бағдарлама ондай не емес та, осындай оңбаған адамдарды түсінбеймін, неге өйстіп келіп, ойын ойнайды осы жақта. Келмей қойыңыздар лучше вообще. Болды Баян, мына сөздерден кейін келмейді. Нұрсұлтан. Айта кетейікші, Диана ханым, келмей қойсын деп, келсін, зато позор болып кетіп жатыр да, ол бұл жерде шыны керек ешкімді алдай алмайды, өйткені біздің қосылайық жобасы шыны керек құрметті оқырмандар, көрермендер, бұл жерде ештеңені алдай алмайсыңдар. Хоть 20 жылдық қарызың болса да сол да шығып жүрге деген сияқты. Диана ханым, ана жігітке айтарым, мен негізі жаңа сөйлейін дегенбіз, ойлағам қазір шымылдық ашылмайынша біз не істемей қойық деп, әңгіме айтпай қойық деп айтқам. Негізінен яқта біраз жігіттердің біраз жын ұстап отқан, Диана ханым, шыны керек енді шашын бояп білгенін істеп, не істеп отыр да енді өзінің несі ашкерленді, болды кетті ғой, енді сол кеткенмен кетсін, оны обсуждать етпей қойық, обсуждать ететін дей жігіт емес қой негізі. Диана ханым, мен кәдімде жаңа сеніп отырдым да, потому что адам бүлк кетпейді да, беті реально бүлк кетпейді, спокойно так люди обманывают. Но честно, я в шоке. Нұрсұлтан. Мен де Диана ханым, негізі бұл жігіттің бір сәл-сәл бір нәрсесіне сеніп отқам, ойлағам, анаяқта бір жіберіп атыр еді, бірақ осы орайда қосылайықтың көрермендеріне мында бір алғыс, оперативно. Датовой оперативность кірген күйі сразу сізге информация жіберіп отыр, сіздерге мыңда бір рахмет. Арина, бүгін енді өкінішке орай немесе бағыңызға орай кездесуге бармайсыз. Не? Қуанып атқан түрімді көрдіңдер ма? Осылар көремайдылар ғой, көремайсыңдар сендер. Аринаға сұрақ қойсам бола ма, Диана ханым? Анау переводчик бала бар еді ғой? Сомен сөйлесіп жатсыңдар ма? Былайша сөйлесіп тұрамыз, но ондай... Не мақсатпен сөйлесесіңдер? Билетіңді ап қойды, бәрін ап қойды мысал үшін. Қалайсың, жақсы өзің болды. Не болды? Енді начинается опять любовь, морковь. Жоқ, біздің арамызда... Мен саған любовь деген жоқпын, өзің ойыңнан хабар беріп қойып Просто сендер соның нәрсені айтайын деп жатсыңдар ғой. Просто мен күлгім келеді, Диана ханым, қалайша мен ол баланы басқа қызды ұнатады. И еще мен оны естіп тұрып, мен оны ұнатып қалам да, оны кішкене логично ойлану керек да. Бұл өмір жандос айтпақшы, бұл жақта үштік, төрттік, бестікті көріп жатыр. Арина оны бұлайынан таңғалатын түгі жоқ. Кешірім сұрайын, менде ондай жоқ. Шерхан. Енді Аринаның өзін айтып қалғаны бар, просто Турцияға кетейін деп отыр ғой жақын арада. Сол жігітпен бірге барып келейін деп жатқан ойы бар екен негізі. Солай айтқан, енді өзі айтты оны. Жоқ, тойға бара жатыр ғой. Сол бірге барып келеді деген. Біздің қасымызға тәтелер болады, Диана ханым, ешқандай не емес. Тоже турмен тәтелер барып келеді ғой, сондай тәтелер болады. Қалай бірден жаман ойлайсыздар, Шерхан? Сол жігітпен бара жатыр, мәссаған деп арам ой салып. Жоқ, бірге барып келетін хақ қой, дұрыс па? Барып келесіңдер ғой. Мен оны жасырмаймын. Жана тойға ма Айлита мен Ағылан? Негізі мен де шақырған, Диана ханым, ол жерге. Негізі баратын болсақ бірге баратын еді, бірақ менде жарысым бар. Әсемім бар деп қойсаңызшы. Әсемім бар деген сияқты. Енді ойланып жатырмын менде негізі шыны керек. Негізі өте сол тойға баратын естігем негіз бұнда. Сол үшін переводчик сол үшін баратын шығар. Енді қосылайық жобасынан бір адам, бір үйден бір адам, Арина Ақтөре емес. Ақтөре бізге керек. Үйлендіреміз Ақтөрені. Мен сонда сізге керек емеспін ба, Диана ханым? Керек, сіз енді сіз өзіңіз қатты сұрандыңыз ғой, қалай жібермейміз сізді. Саған ренжідім мен. 10 күн өзі қатарынан жылап сұранды. Мен кетем де кетем, кетуім керек. Ол тойға бармасам, ол той болмайды екен. Диана ханым, сіз айтып қалдыңыз да. Мен білмеппін тойға баратқанша, мысалға бұл Арина Ағылан, мен де Алитамен араласып атқан түгі де жоқ қой, бұл жерде бұл айтқан кезде. Енді Филипп мырза келгеннен кейін жақсы дос болып кеткен ғой. Бір кішігірім бір отырысты. Енді бұл жерде оның баратыны тікелей сол жігіт саған айтты, жүр бірге барайық деп. Негізі шындыққа келгенде ақиқат сол болып тұр ғой, Арина.
Бірақ енді ол той томалақтың қонақтар тізімін аудармашы жігіт шешпейтін шығар. Кімнің баруын, кімнің бармауын. Мақұл. Сіз екеуін қосқыңыз кеп тұр ма, не істегіңіз кеп тұр? Мен негізі желательно қосқым келіп тұр. Ол жігіттің ойында мөлдір ғой. Ол жігіттің ойында мөлдір шақырмын ба онда? Аринаны шақырып Онда не үшін мен анда қосып жатсыңдар? Әшейін. Ойнап па? Нұрсұлтанның іші пісті, Айдана. Жоқ, Диана ханым, негізі жігіттер именно солай айтады ғой, как бы бірге барайын деп жатыр, бірге барып қайтады деген бір жаман ой тастаудың ешбір қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ Диана ханым енді бағана реакциясын көріп жатырмыз ғой Аринаның. Как будто бы бір үміткер күтуге дайын емес қыздың кейпінде шынымен де. Потому что ты действительно не рада была. Және анандай бізге ақпарат келді, мына жігіт үйленген десе, ох, слава богу деп жатсың да ішінен. Ондай реакция берген жоқпын. Айдана, мен мына жерге отырған кезде мен айттым, мен ауырып жатырмын. Кішкене мен түсініңіздерші деп. Сұрақтар, мен кәдімге ашық сұрақтар қойдым ғой, өзіме керек сұрақтарды алдым. Если мен мына жерде отырып сұрақ қоймасам, сол кезде айтатын едіңіздер да. Мен нормально өзіме керек сұрақтар қойып, Негізі сұрақтарға жаңағы үміткер келсе, сен дайынсың. Иә, дайын болып отырмын ғой. И мен еще айтып кете салайыншы, мен 3 күнге барып келем, Диана ханым. 3 күн, Иә. 27-сі, 29-ы қайтадан ұшып 27, 28, 29 қайтадан ұшып Иә, келесіз. қайтадан ұшып келем ондай. 30-ы бізде номинация, мен номинация. Жоқ, 29-ы той. Кім айтты 30 номинация деп? Шығар, білмеймін. Надеюсь на это. Жоқ, шілденің ортасында. Шілденің ортасында ма? Иә? Күшті. Сіз үміттеніп отырсыз, маусым сұлуын алам деп. Иә. Сенімдісіз. Диана ханым, мен сізге ренжіп қалдым. Неге? Сізге ақтөре керек, мен сонда сізге керек емеспін. Үй жаным, сол менің сары қызым, алтыным, балапаным, ерні шошайған түрінен сенің. Жаным. Жақсы көрем ғой, Арина. Мен де сізді жақсы көремін, Диана ханым. Енді Сол жақсы көргенмен ана барып орныңызға отырсаңыз. Жаным менің. Енді кешегі эфирдің ең соңғы 5 минутына оралайықшы. Мына жерде Мағжанның ән айтқан көрінісі. Былай да айтты, гүл шықты, күлді, жымиды, билегісі келді. Одан кейін тас болып қатқан еңлікті еске түсірейік. Мағжан, еңлік ортаға келсеңіздер. Ой, қызығай. Сіз негізі кешегі көріністі өзіңіз өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Иә, сон көрдім. Негізі шынымен сырт көзге біртүрлі көрінеді екен. Негізі кешелі бері және бүгін тісімде брекет бар ғой. Соның салдарынан тісім қатты ауырып қақсап тұрды да, мүлдем аузымды қозғалтамай тұрдым да. Содан температура беріп кішкене жағдайым болмаған еді. Негізі көрдім я кешегі көріністі. Мағжан. Қайырлы күн, Дина Қайырлы ханым. күн, Жұма қалайсыз? мүбәрәк болсын. Өте әдемі болып отырсыз. Рахмет үлкен. Енді билейтін болса аузының қатысы жоқ қой, негізі биге негізі. Үндемей, иә, былай деп жымиып, күлсе де болады ғой, ерін ашпай-ақ Иә. деп. Ол да болмады ғой. Жөн Қиналып негізі кеттіңіз ғой. Ішіңізден былай ойлаған сияқтысыз. Мына Жоқ. құрғыр ән тезірек бітсе екен, эфир аяқталса екен. Ана ән де бітіп қоймайды ғой, 5 минутқа созылып. соға ертерек не деп бітіре салғым келді негізі ана эмоциядан Біз де кейін. ойладық, өзара ақылдасып жатырық қой, өшіре салайық па, ортасынан бөліп тастайық па деп. Болмай кетті ғой ана жерде. Жоқ, мен негізі вообще түсінбедім да. Негізі ол әнге дайындалып, мысалға анау енді анау өлеңге дауысты келтіру өте қиын болды маған. Енді біраз қиналып сөйтіп. Ау, жыбырлатасыз, Ауыр болды өлең ғой. Диана ханым, бұл жерде мысалы үшін сен айтып жатрсың да, тісім не деп. Бірақ сен мына жерде отырған кезіңде, Мағжан бей шыққан кезде сен жоқ, мен шықпаймын деп отырдың ғой. Негізі түсте причем сен мына отырған кезде тұруыңның өзі бір қиын болды ғой. Тартып тұрып былайдан Мен тартып. тұрып тұрған шығармын ол кезде. Отырған жоқпын. Жоқ, міне отырдық қой, біз бәрі көрдік қой. Мына жерде Мағжан кеп алдына кеп тұр десе, жоқ, мен тұрмаймын деп Иә, содан кейін ғана барып тұрды. Иә, сен қазір айтып тісім ауырып жатыр. Бұл ауызға да тыным болмады ғой деймін да. Біресе ерін кетті, біресе тіс кетті. Ендігі мәселе не болады? Енді тісімді сізден рұқсат сұрап жасатайын ба? Жоқ, жасат, бірақ өтірік айтпаса сен, бұл жерде тістің Мен температурасы. өтірік айтып тұрған жоқпын. Тістен температура беретіні шын. Мына жақта брекет кім киеді, соны бәрі біледі. Енді мына жерде Мағжанмен шықпағандағы түрдегі бағанағы белгілегенің сол ғой. Сіздің менің түрімде неше тағыңыз бар? Осы Нұрсұлтан мен еңлік сіздер
сіздер кейде бір күндес сияқты болып кетесіздер. Маған жоқ Диана Диана ханым ханым, мен жүзі- айта салайыншы, ол нәрсе неден басталды. Помните, Данамен танысып жүрді ғой Нұрсұлтан. Иә. Сол кезде бүйтіп айтатын да, Дана еңлікпен араласқалы бері суық болып кетті, Дана еңлікпен араласқалы бері эмоциясы. ойын бұзады деген Иә, сияқты. ойын бұзады деген сияқты. Сол нәрсені айтады, содан кейін маған қадалып алған, білмеймін. Жоқ, неге Диана екенін. ханым Сенде бар ғой. ондай ой екен ғой, менде ондай ой болмаған негізі. Ой, қойыңызшы өтірік айтпай. Сол Сен ғой. қараса, сен значит сөйтіп оймен жүресің. Так, маған қадалып алды. Мен саған еңлік қадалғам жоқ. Мен по факту кеше көрген нәрсемді, көзбен көрген нәрсем. Мен айтып жатырмын. Маған просто Диана ханым адам бір сөйлегенде амандасқанда бір күліп, бір маған сол ұнайды да негізі. Мен сізге ұнайды екен деп мен күліп жүремін ба? Енді өткен жолы Дана Сейфолланы ұнатады деп еңлік айтып қалды ғой. Бүгін Данадан сұрайықшы, Мағжанды ұната ма, ұнатпай ма? Жоқ, Диана ханым, қайырлы күн, қалдарыңыз Қайырлы қалай? күн, күштіміз. Енді еңлікте былай ғой, кеше шыққан түрінде көрдік қой бәріміз, оның алдында да танысқан кезде енді іштей былай оның еңліктің түрі де суық та, жүзі де суық. Ол енді ұнатпаған адамды қинап былай өзі қанша жерден көргім келді десе де, еңліктің ішінен бір жылулық Мағжанға қарай болған жоқ. Диана ханым, айта кетейінші, пожалуйста. Я кеше бір ғой, кәдімгідей ана Мағжанды аяп кеттік қой, честно говоря. Еңлік осы жерде мамаңды көрдік. Я қандай керемет кісі, я сенің тәрбиең бар. Бірақ жай ғана жігітке жымия салу, бір жылы бір лебіз білдіру, ол я кішіпейілік таныту, ол үлкен тәрбиенің белгісі да. Хотя бы, там, знаешь, реально со стороны смотрелось ужасно. Мен еще саған көрсетіп тұрдым ғой. Пожалуйста, еңлік кішкене хотя бы жымайшы, сол кезде кішігірім аузыңды жауып кетесің. Но это действительно, это как будто не воспитание, понимаешь, так нельзя, еңлік. Воспитаниеге оның қатысы жоқ. Оған бар Біріншіден, мамам менің бөлек адам, мен бөлек адаммын. Мамам мінез ондай болды екен деп, мен ондай болу міндетті емес. Және де оның өз себептері бар. Мен оны қазір ашып ештеңені айтып отырған жоқпын. Мен оның бетіне қарап күлмеуімнің де. Біз негізі Диана ханым где-то 4 күндей ма сондай. Біз мүлдем сөйлесіп жүрген жоқпыз. Бүгін де мүлдем сөйлескен жоқпыз. Андай да, осы жаққа келеміз просто привет, привет, и все да, андай дұрыс сөйлесіп жүрген жоқпыз. Оның да себептері бар. Мен оның ешқайсысын ашып айтқан жоқпын. Диана ханым. Жоқ, Диана ханым, мен Ерасыл ағасы. ағасы бардың жағасы бар деген мен ғой ағайын. Иә, және де мына жақта айтып жатыр ғой, Айдана да айтып жатыр, бір жымия салмадың ба деп. Иә, Айдана саған да бір андай өзіңе ұнамайтын бір гүл әкеп берсе, сен де бір көңіл күйің түсіп, менсінбей сондай болады ғой сенде де. Даниярдың тарапынан да болып жатқанда сондай мәселелер болды ғой сенде. Үйтіп ондай ақыл айтпай-ақ қой мына жақта. Жоқ, Ерасыл, во-первых, мен бір ғой ортаға отырамын да, содан кейін айтам ол мәселені. Алмаған осы жерде сыйлық шығарылған кезде ұнай ма, ұнамай ма, мен жай ғана ой, рахмет деймін да, тыныш қана отырамын. Ол адамгершілік, ол кішіпейілдік, понимаешь? Просто мына жерде жігітті бар ғой, Мағжан, кәдімгідей прям еще кейбір жігіттер Диана ханым шығады да, өздерімен өздері өлең кімге арналып жатқан түсініксіз. А бұл прям еңлікке қарап тұрып, сондай, не знаю, мне прям вчера ужасно было за Мағжан. Диана ханым, мен айта салайыншы, мен де Айдананікіне толықтай қосыламын. Шынымен де ол жерде бір сыйластық болу керек та, ер азаматқа деген. Және де айтып жатыр ғой мына жерде Дана да, Ерасыл да ұнамайды деген сияқты. Ұнамаса онда неге жігіттің уақытын алып, біздің уақытымызды алып бұл таныстық жалғасып жатыр? Неге тоқтатпайсың? Айтшы, еңлік сен айтасың, мен күле алмаймын, күлмеймін дейсің. Сен де осы жерде Дарханмен таныстық болғанда сен қалай күлдің? Күліп жүрдің ғой сен? Ол жай сылтау. Диана ханым, мен айтып кетсем бола ма? О, жанды жері осы екен, еңлік тіпті микрофонды былай ұстады да. Жарайды, Диана айтып ханым, қояйыншы бағана деген еңліктің айтқанына мен жауап бере кетейінші. Негізі, осы жерде мен айттым ғой, танысып көрейік, бұл ештеңе жоқ деді. Мен мысалы бұда өзінде бар нәрсені мен шығарғым келеді да. Ал шығару үшін біз кездесу керек, біз сөйлесуіміз керек. Бұған кездесейік десе жоқ, үйде ешкім жоқ, ініме қарауым керек. Бітпейтін сылтаулар. Сылтау. Үйтіп бүйтіп бір кездесуге шығарасын. Үйто. Мына. Телефон тасасайды. Телефон. Жоқ, телефон тасасай деймін ғой. Телефон тасасай десем, айта берсеңші, тыңдап отырмын дейді. Телефонды тұрады постоянно. Сен кішкене ашылса, сөйлессей деймін да. Мен сені қалай білуім керек қой, мен сені танысуым керек. Мен саған ойбай қазір кеттік, бәрі менде де бәрі саған деген күшті. Үйленеміз деп жатқан жоқпын ғой. Бірінші бір-бірімізді көрейік, танысайық, сөйлесейік дейсің. Жоқ, звондайсың, телефон алмайды. Алмайды. Жазасың, мен ған телефонмен сөйлескен ұнамайды дейді. Диана ханым. Ал бір кездесуден сурет видео бар ма? Сол жалғыз өзі кездесу. Иә, бар. Болған. Бар ма? Көрейікші.
ойнап, ол күні күшті болды барлығы. Одан кейін не өзгеріп кетті? Білмеймін, сол біз негізі кездескен күні барлығы күшті болды. Ашылып сөйлестік. Барлығы болды да, бірақ білмеймін, сол моменттен кейін бір түрлі жабылып қалдым да. И бізде негізінде кездесуде мен көбінесе Мағжан туралы емес, Аида туралы көп нәрсе білдім да. Әңгіменің барлығы сол жайында деген сияқты да. Аида. Ол жерде вообще Аида туралы әңгіме айтқан емес, әңгіме болған да емес. Қалай болған жоқ? Мен саған Аида жол туралы бойы бірдеңе барған айтпай келгеніміз Аида туралы болды ғой. Сенше мына жерде ерлік шыны керек, сен күлгенің өте әдемі да, күлкің өте әдемі. Сен бұл жерде айналайын зорға халық болып қосып, екеуі үлбіреп, әдем болып тұрған жерде, мына жерде өтірік әңгімені лақтыру керек емес. Бұл ерлікке Аидан айтқан жағдайда сен білесің ғой, ерлік кіммен? Аидамен кімнің Нұрдәулет есімі. Иә, Нұрдәулеттің ара қатынасы мықты екен. Бірақ бұл жерде Мағжанды сен ұнатпайтын ол хақ. Өйткені неге білесіз бе Диана ханым? Неге? Біз магазинде келатырық та, Мағжан екеуміз. Бұл баяғы звондап жатыр да ерлікке. Ерлік скамейкіде телефон шұқылап отыр ғой, ол айнан бар ғой. Бұл звондап келатыр, мен қасымда бар ғой. Көтермейді. Көтермейді, біз көріп тұрмыз ғой, ерлік қараса дейді да маған Мағжан Нұрсұлтан. Ерлік телефон спокойно шұқылап келіп, алдынан шығады. Бұл жерде ойлаңыздаршы. Жоқ, бердеше Аида туралы болды әңгіме деп жатыр ғой. Мен ол маған айтқан, негізі сіздің маған деген көңіліңіз шынайы ма деп. Мен айтқан, мен ойым шынайы болмаса, мен бердеше сені істемеймін дедім да. Аидаға да басында шынайы көңілмен кегем деп айтқан болатын. Одан басқа Аида туралы ондай ештеңе әңгіме Жоқ, мен айта кетейінші, жаңа Нұрсұлтанға жауап бере кетейінші. Айтып жатыр ғой, енді аралары нормаль болып жатқан кезде, аралары нормаль болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па? Мен кімнің аты аталды? Енді не Аида мен Нұрдәулеттің атын атауға бізге рұқсат жоқ па? Енді азаннан кешке дейін бұл сенің қасында тұрып Аида. Азаннан кешке дейін бұл менің жанымда жүрген жоқ. Тоқтаңыз, мен айтып жатырмын. Біз барғанша машинада келгенше сөз кім туралы болды? Аида туралы болды, мен соны айтып жатырмын. Диана ханым, мен айтсам бола ма? Қазір мына жерде болып отқан нәрсе маған ұнап тұрған жоқ. Өйткені біз қазір Нұрдәулет екеуміздің расстояние всегда сондай нәрселер қозғалып кетеді. Енді Нұрдәулет екеуміздің арамызда бір проблема болып қаласына қорқып тұрмын, шынымен де. Сондықтан еңілік ұнамай ма, просто ұнамайды деп тоқтата салшы. Менің атымды қозғамаңыздаршы, өтініш сіздерден. Сен отырсың ба мына жерде, сенің атыңды қозғаймыз. Әңгіме сен туралы болды ма, мен айтамын. Мен жайлы әңгіме айтпай қойыңызшы, сіз болды. Диана ханым, айта кетейікші, Диана ханым, мен мына жерде жаңа қорқып отырмын дейсің ғой, Аида, ол өткен нәрсе, ол бәрібір жаймен болсын шыға береді. И вообще қорқатын тема болып жатқан жоқ, сені бір араға тығып жатқан жоқ, просто бұл жігіттің аузынан шыққан бір екі сөздерін айтып отырсың, так что қорықпа, нормально барлығы. Енді мына жаққа айта кетейікші, кім еңлік, жаңағы нәрсе реально солай болды ма? Мысалы звондап келе жатыр, сен телефон шұқылап отырсың. Жоқ, ол нәрсе былай болды, мен түсіндіре кетейін. Мен отырдым, бір қызды күтіп отырдым, сыртта отырып, магазинге бару үшін. Одан кейін маған звондады. Мен сразу сол моментте мен сізге сұрақ белгісін жеріп жазып жібердім ғой WhatsApp-тан. Мен оның бетіне қарап ответ бермей отырған жоқпын. Мен өшірдім да, бірден сізге WhatsApp-тан жаздым. Ала салсаңыз не өзгеретін еді? Просто білмеймін, мен бұрыннан бар ғой менде принцип бар, мен алмаймын просто. Ойбай, қойыңдаршы, осындай қыздар қаяқтан келеді? Қойыңдаршы емес, менде сондай, менде бұрыннан сондай. Осы жобаға келеді де, осындай жас қыздар шығарып отыр. Менде принцип, маған звондаса алмаймын, мен жазбаймын деген сияқты. Ал жобаға дейін болған менде ол нәрсе. Зазизился деген нәрсені білесіңдер ма? Или сәл жобаға дейін мен басында келе салған кезде мен қоймаймын. Сендер бұл жаққа мұқтаж жан болып келіп, өздеріңе жар іздеп отырсыңдар ма? Звондай ма, жаза ма? Сенімен танысып отқан ер азамат. Сендер алып, ол кісіге жауап беру керексіңдер. Сендер бір-бірін қалай танисыңдар олай болатын болса, менде принцип бар деп. Жоқ, мен алғым келе ме, алам, алғым келмей ме, алмаймын. Жобадан кету керек, сендер әлі дайын емессіңдер тұрмысқа шығуға. Ерасыл? Иә. Мұн жақта енді барынша қорғап көріңіз. Қорғап көргенде енді мен ақиқатын айтам ғой, Диана ханым. Жарайды. Шыны керек, мұн жақта енді Мағжан өзіңде түсінсең болады ғой. Сені вообще ұнатып тұрған жоқ қой, оны бұлай өзіңде түсініп атқан жарсың. Вообще сені бір бұлай қарап та тұрған жоқ. Мысалы, мұн жақта халықтарды, ағайындарды айтып жатыр. Өлең айтты ғой, неге жымаймадың дейді. Я, енді ол жерде бір жымия салсаң болатын еді, хотя бы көңілін көтеріп ше. Бір деп қойсаң болатын еді. Бірақ енді Мағжан ренжімеші, ол әніңді, ол әкеп атқан гүлдеріңді міндетсінбе, сен өзің қадам жасап атсың ғой, бұл жақта сен еңілік, сенен айтып атқан жоқ. Мағжан, маған анау қалай еді? Қалай е? Хадиша мен Дана қошемет шапалақ ұрса, кәдімгідей бір студияның бәрі шапалақ ұрған сияқты. Мен қарасам, кімдер екен десем, екі адам ғана ұрып жатыр ғой. Мен уайымдаймын, Диана ханым, бір Нұрсұлтан, Диана ханым, саусақтар шығып кететін сияқты осы не деген шапалақ анау. Қазір Нұрсұлтан. Қазір мен сөзімді аяқталайыншы, ағайындар, өтініш.
Иә, мына жақта шынымен де мағжан ұнатпай жатыр да сені. Саған еңлік айтқан жоқ қой. Сен маған ұнадың деген өлеңді айтып берші мағжан деп айтқан жоқ қой саған, иә ма? Сондықтан ондай әр нәрсені міндетсің бе? Иә, ұнатпай отыр ғой сені. Көре салсай болды ғой. Бітті ғой осымен шаруаң қойсай болды мағжан. Сен шаруаң бітті деп маған өйтіп сөйлемей-ақ қой Махмұт. Сен мына жерде отырып алып сен өзің болмайтын жерде өйтіп қорғамай-ақ қой. Сөйлей берем мағжан. Сөйлемейсің сен маған қарап. Не істейсің маған? Сен істей алмайсың. Кішкене тоныңды басып сөйле Махма. Мен ол өлеңді айтсам өзім үшін айттым. Көкке көтерем мағжан, керек емес бауырым. Сен өйтіп үндемегенге сөйлемегенге басқа шыға Жоқ, Ерасыл, сенікі вообще дұрыс емес. Ау, не дейсің Нұрсұлтан, айт. Мың жақта боласың. Когда я на корте, ничто не должно мне мешать. Чтобы побеждать, мне нужно чувствовать защиту. Попробуй Always Platinum с новым комфортным креплением крылышек. Прокладки, созданные так, что нет протеканий, нет запаха, нет складок. Я играю лучше всего, когда чувствую защиту. Always Platinum. Меняй правила. Так здорово быть разной. С мицеллярной водой Nivea. Эффективно снимает макияж и бережно очищает кожу. 0% следов, 100% возможностей быть разной. Манго мен ананас дәмі бар қарашай. Керемет дәмдердің үйлесімдігін татып көр. Фьюз-Ти, қандай керемет микс. Бала тыныш болса, ананың да көңілі жай. Эспумизан L балаларға арналған тамшылар. Ерлердің шашы мен бас терісіне арнайы күтім қажет. Жаңартылған